Қайырлы кеш жерлестер. Бүгін кезекті жауабымызды алдық. Сол жақсы жаңалығымызбен бөліскіміз келіп отыр. Қуана бөліскіміз келіп отыр. Біздің комитет, әкімшілік полиция комитетіне жазған хатымыз алдында айтып өткеніміздей брифингте біздің Қызылорда облысы департамент полицияға жолданған болатын. Одан олар қалалық полиция басқармасына, олар біздің жаңағы әкімшілік полиция басқармасына жолдаған болатын. Сол хатымызға жауапты былай деп келді. Яғни Қызылорда облысының автомобильдік жолдар және коммуналдық шаруашылық мекемесіне ұсыныс хат жолданылды. Және сол жерде бүкіл мектептер қаламыздағы бәрі аталып өткен. Соның ішінде менің қазір есімде қалып тұрғаны мына 101-ші мектептің алды, ана жерде 140-ші мектеп, біздің Назарбаев көшесінің бойындағы. Және тағы да басқа мына бейне роликте көресіздер, толығымен тізіммен танысарсыздар. Басқалары, общем, біздің қазір есімізде бар солар. Енді бұл тек біздің сұрағанымыздың екі сұрағымыздың бірі ғана. Екінші сұрағымыз біздің осы жылдың басынан бастап 40 деген жерлерде 60-ға дейін сүрілген штрафтар, айыппұлдар жойылсын деген сондай ұсыныс хат берген болатынбыз. Оған бізге ешқандай жауап келмеді. Сіздерге рахмет. Бұл бірінші сұрақтың өзі жақсы оңтайлы шешіліп жатқаны біздің осы халықтың арқасы, сіздердің қолдауларыңыздың арқасы. Сондықтан енді жаңа екінші сұрағы айыппұлдар, егер әлі төленілмеген айыппұлдарды төлейік деген сияқты сондай біздің осы видеомыз қазір қолдаулар көп болса, соған пікірлеріңізді көп жазып кетсеңіздер, тек қана Қызылорда қаласы емес, басқа осы еліміздің төңірегіндегі бүкіл қалаларында түнгі уақытта 8-ден кейінгі 40-тан асырып 40 деген аймақта түсіп қалған, бірақ айыппұлды төленбеген сондай азаматтарымыз болса, осы видеоның астына пікірге қалдырып кетіңіздер. Сөйтіп біз қаншалықты видеоға қолдау білдірілсе, соншалықты биліктегілер, органдағылар осыған назар аударып, осыны оңтайлы шешуге әрекет етеді деп біз сенеміз. Сондықтан осы біз ары қарай сіздердің белсенділіктеріңізге қарай ары қарай біз жұмыс жасаймыз. Көп қолдау болатын болса, біздің айыппұлдарымыз осында көп. Жылдың басына бастап төленбеген айыппұлдарымыз бар. Нақты осында 40-қа, 60-қа дейінгі шамада түсірілген айыппұлдарыңыз болса, осы жаза кетіңіздер. Соған қарап біз ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Егер де ешқандай пікір қалдырылмайтын, қолдамайтын болсаңыздар, біз ол сұрақты ары қарай көтермейміз. Сол осы жақсы жаңалығымызбен бөліскіміз келіп отыр. Рахмет. Қызылордадан Фархат, сау саламат болыңыздар.